Арма қазағым, мәдениет апробация, cultural approbation. Бұл бір мәдениеттің өкілі екінші бір мәдениетке тән элементтерді, киім, әшекей, музыка, би, тіл, салт, дәстүр тағы басқа өзіне тән емес, көбінесе үстірт немесе құр сән үшін пайдалануын білдіреді. Бұл көбіне сол мәдениеттің маңызын, мағынасын елемей, оны ренжіту немесе кемсіту сипатында қолдануымен байланысты болады. Мысалы, еуропалық адамның қазақтың сәукелесін тек сән үшін киіп алып, оның тарихи және мәдени мәнін елемеуі. Африкалық мәдениетке тән шаш үлгісін, мысалы дред немесе корнроу, басқа этнос өкілдерінің сән үшін қолдануы. Бірақ сол мәдениет өкілдері бұған дейін дәл сол үшін кемсітілген болды. Кемсітіліп келді. Бұл неліктен сынға алынады? Әдетте мұндай апробация мәдени билік теңсіздігі жағдайында жүреді, яғни үстем мәдениет, мысалы батыс, әлсіз немесе ашшылық мәдениеттің элементтерін иемденіп, оны коммерцияландыруы мүмкін. Мұндай әрекет сол мәдениеттің өкілдері үшін киелі немесе маңызды саналатын заттарын мәнін жоғалтуға әкеледі. Айырмашылығы: мәдени апробация бұл өзгенің мәдениеттің рұқсатсыз иемдену. Мәдени алмасу бұл өзара құрмет пен келісімге негізделген екі жақты мәдени байланыс. Қысқаша айтқанда, мәдениетті апробация бұл бір мәдениеттің элементтерін басқа мәдениет тарапынан контекстсіз, жиі үстірт және рұқсатсыз пайдалану болады. Аман болыңыздар.